Сәлем баршаңызға. Бүгін біз қазіргі таңда ең ауқымды мәселенің бірі бәрімізге белгілі Израиль мен Палестина соғысын талқылаймыз. Және бұл соғыстың себебі мен салдарын болашақта болуы мүмкіндігін қарастырамыз. Ең алдымен біз неге үнемі осы соғыс туралы ести береміз? Israel launched a series of strikes into Gaza. Deadly conflict between Israeli forces and Palestinians. Ең алдымен Израиль мемлекеті қалай пайда болды? Екінші дүниежүзілік соғыс барысында нацистер 6 миллионға жуық еврейлерді қырады. Және сол себепті еврейлерге өз жерін, өз отанын құруға мүмкіндік береді. Special committee had advocated separate Jewish and Arab states as the uneasy compromise. The plan was accepted by 33 votes. Екінші дүниежүзілік соғыс барысында Палестина жеріне 450.500 мыңға жуық еврейлер қоныстана бастайды. Ал еврейлердің басым бөлігі білімді азаматтар. Және осылайша еврейлер өз жеріне жаңа технология және ең бастысы қомақты қаржы әкеледі. 1948 жылы осылайша Израиль мемлекеті жарияланады. Бір қызық ақпарат, Израиль мемлекетін ең алғаш заң жүзінде мойындаған ол КСР мемлекет. Осылайша Израиль мемлекеті өз мемлекеттік құл жариялағаннан кейін араб елдері, араб мемлекеттері бірден соғыс жасады. Мен енді сол 1948 жылдан бастап қазіргі күнге дейінгі болған соғыстардың бәрін реттеп түгендеп айтқым келмейді. Өйткені біздің уақытым шектеулі. Менің нақты айтқым келетіні қазіргі таңдағы Израиль мен Палестина арасындағы конфликттің қалай болып жатқанын нақты түсіндіргім келеді. Және де Палестина мемлекетіндегі геноцид, тағы да басқа израильский лобби сынды бірнеше ең ауқымды мәселелерді нақты факт жүзінде айтқым келеді. Мен қазіргі таңда ақш-тың Израильге деген қатынасын, саясатын және лобби туралы айтқым келеді. Мен бұл мәселені Америка құрама штаттарының Чикаго университетінің профессоры Джон Мершамердің сөзінен сүйенемін. Профессор айтуынша, Америка құрама штаттарының қазіргі таңда Израильге деген қарым-қатынасы тарихта бұрын соңды болмаған. ақш Израильді ешқандай шартсыз, тіпті Американың стратегиялық мүдделері қашып келген жағдайда қолдайды деп айтады. Бұл ерекше қолдаудың негізгі себебі Израиль лобби. Израиля и США, у них бывают и различные интересы. И в Соединенных Штатах у нас сложилась ситуация, когда есть такая вещь, как израильское лобби, о котором я, конечно, писал со Стивом Уолдом, которое прилагает огромные усилия, чтобы заставить Соединенные Штаты поддерживать Израиль безоговорочно. Другими словами, что бы ни делал Израиль, мы должны поддерживать Израиль. И лобби настолько эффективно, оно настолько мощно, настолько эффективно, что мы в итоге поддерживаем Израиль безоговорочно. Ал енді Израиль лоббидің өзіне келетін болсақ, Израиль лобби дегеніміз кімдер? Израиль лобби ол ақш политикасының ішіндегі белгілі бір топ. Ол заңды түрде ақш-тың саясатын қаржыландыратын, президенттерді, депутаттарды қаржыландыра алатын заңды түрде топ. Бұл топтың ішінде мүшелері еврей бола алады, христиандар бола алады, еврей емес ұлттар да бола алады. Және бұл топтың ішінде ақш-тың саясатына ықпал ете алатын бизнесмендер немесе политиктер жұмыс жасай алады. Жалпы бұл Израиль лобби қалай 340 миллион халқы бар гигамон мемлекеттің ішкі саясатын өзгерткісі келіп жатыр, қалай өзгертіп жатыр. Ең алдымен Джон Мершамердің Израиль лобби and US Foreign Policy дейтін кітапты оқитын болсақ, ол жерде айтылады. Ең алдымен олар саяси процесті басқарады. Және де ол конгресс тікелей осы лобби арқылы жүргізіледі. Және бұл лобби саясаткерлерді, осы конгресске түскен саясаткерлерді марапаттай алады немесе жазалай алады. Және олардың екінші басымдылық күші қоғамдық пікірге үстемдік ету. Жалпы лобби бұқаралық ақпараттық құралдарға аса қатты мән береді. Және егер де бір Израильдің қарсы пікір айтылатын болса, ол айыпталуы мүмкін. Жалпы лоббидің бірден бір мақсаты Израиль туралы қоғамда жақсы пікір қалыптастыру. Оған бір мысал келтіретін болсақ, бұрынғы президент Джимми Картерді антисемитизммен айыптайды. Ал енді Газадағы мәселеге келетін болсақ, ол Газадағы мәселені біз геноцид деп бағалауға болады. Себебі геноцид дегеніміз белгілі бір халықтың жартылай немесе толығымен жоюын айтамыз. Жалпы Израильдің бас мақсаты ол
Greater Israel құру, яғни үлкен Израиль құру, қазіргі таңдағы Палестина мен Израиль екеуінің қосындысын алғандағы жерді толығымен иемдену. Хамастың да ойы дәл солай, бүкіл еврей халқын жою және де сол еврей жеріне палестиналықтар орнатқызу. Профессор Джон Мершаймердің пайымдауынша, жалпы Израиль қазіргі Газа жеріндегі болып жатқан соғыстың шабуылды күшейтуі ол палестиналықтарды сол Газа жерінен толыққанды шығару, яғни өлтіру санын арттыру арқылы оларды мәжбүрлеп кетіру. Профессор Мершаймердің айтуынша, қақтығыс нәтижесінде Газада қалған палестиналықтардың тағдыры өте ауыр болуы мүмкін. Себебі Израиль әскерлері Газадағы соғыс аяқталғаннан кейін Палестинамен қалай қарым-қатынас орнатамыз деп сұрақ қойғанда, Нетаньяху бұл сұрақтан бас тартқан. Себебі Нетаньяху соғыс аяқталғаннан кейін барлық палестиналықтар жойылады деп күткен. Профессор Мершаймердің осы соғысқа түсінік ретінде айтатыны, ол Палестинаның қазіргі жағдайы бұл Израильдің ұзақ мерзімді демографиялық және территориялық мақсатының нәтижесі. Бұл мақсаттарға жету үшін Израиль қазіргі Газадағы соғысты палестиналықтарды өз жерінен толығымен шығарудың немесе олардың шектеулі аумақта ұстаудың мүмкіндігі ретінде пайдалануы. Мершаймер бұл әрекеттің ақш-тың шартсыз қолдауымен жүріп жатқан және бұл әрекеттерге ақш-тың тікелей қатысы бар екенін айтады. Осы арқылы ақш өзінің ұлттық мүдделеріне қарсы келетінін айтады. Israel is essential to the security of Jews worldwide. America has never flinched from its commitment to the state of Israel. America and Israel have a special friendship. Осылайша миллиондаған халық өзінің жерін тастауға мәжбүрлі. Израильді мен қолдамаймын. Себебі олар международный праваны бұзып жатыр және адам құқығын бұзып жатыр. Себепсіз қарапайым тұрғындарды қырып жатыр. Мен Газаны да қолдамаймын, Хамасты да қолдамаймын. Бұл террорлық ұйым Израиль еліндегі қарапайым халықты тікелей құқығын бұзып жатыр, тікелей халқын қырып жатыр. Енді бәріміз білетіндей, араб мемлекеті мен Израиль соғысының нәтижесі Израиль мемлекетінің шекарасы кеңеюмен бітеді. Енді осы соғыста да мен Израиль мемлекеті ақш-тың көмегінің арқасында өзінің Газадағы билігін қайталады деп ойлаймын. Бұл жай менің қорытындым және де мен бұл Израильға жақтасам немесе Хамасты қолдамаймын деген сөз емес. Жай осы ойлардың бәрін түйе келе нақты бір қорытынды ойым